Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз аяқ-қолдың ұюы қандай қауіптен хабар беретіні жөнінде айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Білектің, табанның және жіліншіктің шаншып ауырып, жансыздануы сізде де кездесетін болар. Әсіресе қолыңызға басыңызды қойып ұстағанда, компьютерде ұзақ отырып тышқанмен жұмыс істегенде, немесе аяқты айқастырып отырғанда аяқ қолыңыз ұйып, біраз уақытқа дейін әрекетке бара алмай қаласыз. Бұл жайсыздық 1-2 минутта созылса, алаңдаудың қажеті жоқ. Ал егер ұзаққа созылатын болса, айтарлықтай қауіптің төнгенін білдіреді. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 70 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Аяқ-қолдың ұюына не себеп болады? Қолдың буыны мен табан маңызды екі жүйенің, яғни қан айналымы мен жүйкенің тоғысқан жері. Демек, қан айналым дұрыс жүрмесе, қажет жерге келмесе, онда ол жансызданып, ұйып бастайды. Сондықтан да аяқ-қол ұйып қалатындарға ең алдымен қан айналымын тексертіп алу керек. Ал екінші жүйе, яғни жүйкенің әсерінен ұйып қалса, оның шешімі жеңіл. Көбінесе тышқанмен жұмыс істегенде ұзақ уақыт қаламмен жазу жазғанда қол, білек ұйып қалады. Бұл кезде аяқ-қолыңызға жаттығу жасап, ары-бері қозғалту керек. Сонда қан айналым дұрысталып, жүйке іске кіріседі. Нәтижесінде ұюдың алдын аласыз. Бұдан бөлекте аяқ-қолдың ұюына мыналар себеп болуы мүмкін. Жүйке тамырлары. Қол мен аяқтарда орналасқан жұлын мен ми тамырларының жүйкесі ауырғанда аяқ-қол ұйып белгі береді. Бұл көбінесе егде жастағыларда көбірек кездесетін сырқат. Демек, аяқ-қол ұйыған кезде жедел түрде жүйке тамырларының жұмысын тексерту керек. Екінші топтағы диабет ауруы. Аяқ-қолдың жиі ұюы қант диабетінің екінші түрінен белгі береді. Бұл кезде қолдың буынына қарағанда аяқ көбірек ұйып, мазаңызды алады. Үшінші, дәрумен жеткіліксіздігі. B1, B6, B12 және П дәрумендері жүйке саулығына жауап береді. Демек, аталған дәруменнің тапшылығы да аяқ-қолдың ұюына себеп болады. Төртінші, спиртті ішімдік. Алкогольді қабылдау кезінде ағза дәрумен тапшылығына ұшырайды. Тамақ режимі бұзылады. Салдарынан жүйке жұмысын баяулатып, қан айналым нашарлайды. Соңынан аяқ-қол жансызданып, ұйып қалады. Бесінші, инфекция жұқтырғанда. Қауіпті инфекция жұқтырғанда да аяқ-қол жансызданып, ұйып қалады. Нақтырақ айтқанда, лайм, спид, ИТВ, яғни иммунотапшылық вирусы, желшешек, ұшық дертіне шалдыққандарда да жиі кездеседі. Алтыншы, уланған жағдайда. Тамақтан емес, химиялық заттардан немесе ауыр металдың әсерінен уланған жағдайда аяқ-қол өз жұмысын дұрыс атқара алмай жансыздануға әкеледі. Жетінші, дәрі қабылдау. Дәріні де шамадан артық қабылдау аяқ-қолдың ұюына әкеледі. Ешқашан өз бетіңізше дәрі ішуші болмаңыз. Өйткені басыңыз ауыра қалса, үйдегі кез келген дәрі көмектеспейді. Міндетті түрде дәрігерге барып, бас ауруын анықтаған абзал. Сегізінші, тұқым қуалайды. Аяқ-қолдың ұюы кейбір адамдардың қанында болады. Ол қан арқылы ұрпағына тарайды. Бұл кезде буын, табан, жіліншік жиі-жиі жансызданып тұрады. Тоғызыншы, жарақат алғанда немесе ауыр зат көтергенде. Абайсызда жарақат алсаңыз, сол тұстың жүйкесі сыр береді де қан айналым бұзылады. Нәтижесінде жарақат алған мүшесі ұйып бастайды. Оныншы, шылым шегу. Никотин буынды қанмен қамтамасыз етуге кедергі келтіретін бірден бір улы зат. Сонымен қатар жүйке жүйесінде бұзуға қабілетті. Қан мен жүйкенің жұмысы әлсіресе, аяқ-қолдың ұюы сөзсіз.
Ал мұндай жағдайда не істеу керектігін сізге айта кетейік. Міне, қандай жағдайда аяқ-қолдың ұйып қалатынын білдіңіздер. Ендеше бұл белгілер терапевт дәрігердің қабылдауына жазылуға жетектейді. Дәрігер арнайы тексеру өткізіп, аурудың алдын алуға ықпал етеді. Жалпы қанды сараптамадан өткізіп, диабет, бауыр, бүйрек ауруларының бар жоғын анықтайды. Дәруменнің деңгейін біледі, әрі зат алмасудың жағдайын бақылайды. Қалай емделеміз? Дәрігер қажетті сараптамадан өткізген соң арнайы ем жүргізеді. Көп жағдайда дәрінің көмегіне жүгінбейді. Аяқ-қолдың июы салауатты өмір салтын ұстансаңыз жазылатын ауру екенін ұмытпаңыз. Бастысы, қимыл қозғалысты реттеңіз. Дұрыс тамақтаныңыз. Қанттың мөлшерін азайтыңыз. Дәрумендер қабылдаңыз. Жағымсыз әдеттерге нүкте қойыңыз. Артық салмақтан арылыңыз. Ендеше тексеруден өтіп, қажетті ем алудан қашпаңыз. Саулығыңызды сақтасаңыз, талай сырқатқа тосқауыл болатыныңызды біліңіз. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.